Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, сіздер де үй іштеріңізді осындай тәтті сүзбелі бәліш жасап қуантыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, басқа да видео рецепттерімді көрсеңіздер болады. Ең алдымен біз құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз, яғни електен өткізілген ұнымыздың үстіне қантымызды қосамыз, разрыхлителімізді қосып, жақсылап құрғақтай араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып алғаннан кейін үстіне морозильный камерадан алынған прям мұздай қатып тұрған сармайымызды алып, осылай ұнға аунатып, үккіштен өткізетін боламыз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін осылай қолымызбен жақсылап езетін боламыз. Дәл осындай масса, құрғақ масса шығу керек сіздерде. Ұнтақ сияқты, прям әдемі. Құрғақ массамыз болғаннан кейін енді біз сүзбелі пирогымыздың начинкасына кірісеміз. Ол үшін ең алдымен творогымызға жұмыртқамызды, қантымызды, бір ас қасық қаймағымызды қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксер емес, блендермен езсеңіздер де болады, қалауыңызша. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап езіп араластырып аламыз. Начинкамыз осындай біркелкі масса болып шығу керек, достар. Осындай болғаннан кейін формамызда астына осындай пергамент қағазын төсейміз. Оның үстіне сарымаймен жақсылап шет-шеттерін форманың астын жақсылап жағып шығамыз сарымайды. Одан кейін жаңағы осындай үгітілген крошкаларымызды осылай қолмен басып шығамыз. Пирогтың жаңағы формасына келтіреміз осылай. Қатты бассаңыздар, осылай өзі қатты жабысып қалады. Үстіне әсемдік үшін алып қаламыз, 1-2-3 ас қасық. Енді осыған жаңағы начинкамызды қосып, жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Начинкасы өте дәмді болады. Жақсылап осының бәрі бұрыш-бұрышына жеткенше жақсылап тұрып жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін үстіне жаңағы қалған крошкамызды сеуіп, духовкамызға, қызып тұрған духовкаға 180 градусқа ровно 40 минутқа жібереміз, достар. Әркімнің духовкасы әртүрлі болуы мүмкін енді, бірақ мен ориентир жасадым, менікі 40 минутта пісті. Сіздер может 35 минут, 30 минут, біреуінікі 45 минут пісуі мүмкін. Өзіңіздің духовкаңызға қарай көресіз. Міне, достар, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Мен ровно 40 минут ұстадым. Беті осылай қызарып піскенше дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Үй ішіңізді осындай тәтті сүзбелі бәлішпен қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Камшат. Ас болсын.